Seni өшірдім енді көрмеуге, сезім бермеуге, жүректі емдеуге. Seni өшірдім еске алмас үшін, таусылды күшім, бұл нақты шешім. Тіпті еске алуға тыйым да салдым, дегенмен бағынбады, жүрек сөйледі тағы. Сезімім менің саған сөнбейді, білем, жүрек көнбейді, кете алыстап, менен алыстама. Төзімім менің күтет таусылды, білем, аңсап таусыңды, кете алыстап, менен алыстама. Оққаным сезімге сене, мен сені сүйем, мен сені сүйем. Seni өшірдім, мен теңендеймін, енді сенбеймін. Келсең де сен мейлің, болды осымен. Қаусады қалым, ауырды жаным, өзіңең барың. Тіпті еске алуға тыйым да салдым, дегенмен бағынбады, жүрек сөйледі тағы. Сезімім менің саған сенбейді, білем, жүрек көнбейді, кете алыстап, менен алыстама. Төзімім менің күтет таусылды, білем, аңсап таусыңды, кете алыстап, менен алыстама. Оққаным сезімге сене, мен сені сүйем, мен сені сүйем, мен сені сүйем, мен сені сүйем. Сезімім менің саған сенбейді, білем, жүрек көнбейді, кете алыстап, менен алыстама. Төзімім менің күтет таусылды, білем, аңсап таусыңды, кете алыстап, менен алыстама. Оққаным сезімге сене, мен сені сүйем. Керемет! Ерназар, қош келдің, жайғас. Сені көптен күткенбіз. Бұл біздің ең бірінші музыкалық видео подкастымыз. Келгенге үлкен рахмет. Бұл подкасттың аты Sensation. Sensation негізінде бұл Jam Session деген сөзден алынған. Бұл әртүрлі музыканың қосылып, бір вайбта деп айтуға болады. Ойналған әуендер деп айтуға болады. Ерназар Жұбан менің өнердегі інім деп айтуға болады, жақын досым,
және де өте талантты әнші. Ерназар, қош келдің. Көп рахмет, қош көрдік. Жалпы өзінің көңіл күйің қалай? Көңіл күйім жақсы болып тұр, былай, бірақ кішкене толқып тұрмын, өйткені мен бұл бірінші подкастым. 100% ашылу керек деген сияқты. Көңіл күйім жақсы, осындай керемет өнер адамдарымен өнер көрсеткеніме қуаныштымын. Енді жалпы сен бенд сен үшін жаңа топ емес. Сен бенд жақсы білесің, өзің де осы топтың мүшесі деп айтуға болады. Осында жұмыс жасап жүрміз көп уақыттар бойы. Бір-бірімізге үйреніп қалдық деп айтсақ болады. Өте дарынды керемет музыканттармен жұмыс істеген мен үшін бақыт. Керемет. Ерназар, сен негізінде халықаралық республикалық конкурстарға өте көп қатысатының белгілі, иә? Сол конкурстар туралы айтып жіберсең, қанша жастан бастап қатыстың? Және де конкурс саған не берді өнер жолында? Қандай бір, мысалы, ұсыныстар болсын, басқа да өнерде саған бір көмек көрсетті ме? Соны айта кетсең. Конкурстар туралы айтатын болсам, конкурстар менің өміріме алып келетіндей қатты көмектесті деп айта алмаймын. Неге? Конкурстарға жиі баратын белгілі. Өткені мен әлі көріп тұрғандарыңыздай өзгеріп, или өсіп кетіп жатқан жоқпын. Бұлай физикалық тұрғыда өсіп жатса. Енді Бұлай өз даму деген, қатты конкурстар арқылы даму дегенді көріп тұрған жоқпын, бірақ ол сенің артыңа кейін көп тарих қалдырады да. Мысалға, портфолияңды ашқанның өзінде жазылып тұрады деген сияқты. Ол конкурстық әнші үшін өте керек нәрсе. Яғни, одан көптеген тәжірибе аласың. Тәжірибе, ең бастысы мен үшін тәжірибе, иә? Тәжірибе. Басында бірінші конкурстарға шығып жүргенде мен дірілдеп, қорқып, даже өзім даусым жоғалтып алатын. Тәжірибеден ақ көруге болады. Қазір бәрі басқаша. Бара-бара дейсің, бара-бара, қазір бәрі басқаша. Ең бірінші барған халықаралық конкурс қандай? Ең бірінші барған халықаралық конкурсым ол кезде мен Орал қаласында, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында оқып жүргенде, ең бірінші Самара қаласына барғам. На крыльях музыки деген конкурсқа сол жерден бірінші орын алғам. Сол кезде ең бірінші халықаралық конкурсым. Жаңа айтқандай бірінші орын алдың ғой? Бірінші орын алдым. Әрине. Бірінші орын гран-при ала алмай қалдым, бірақ бірінші орын алдым. Гран-приді өздеріне берді. Оралдың жігітіне, иә? Сен нақты өзің батыстан Атырау қаласы, Құлсары... Жоқ, Атырау облысы Индер ауданы, Аққала деген ауылдан. Солай ма? Иә. Атырау қаласы, Индер ауданы, аржағы Аққала. Аққала деген ауылынан. Шағын ауыл, иә, кішкентай. Мен сені танығалы бері өзімде бір көп сұрақтар пайда болады да. Қалай ауылдан шыққан бала, қап-қара доптамалақ бала, осындай бір керемет фирманы, Стиви Уандер секілді, басқа да секілді үлкен-үлкен мировой айтады ғой, әртістерді сен кәдімгідей жаппай салып айтасың. Қалай ол сенде сондай? Кішкентай кезінен тыңдадың ба, әлде қалай? Негізі бәрі Қайрат Нұртастан басталды. Шыма? Иә, негізі ауылдың баласы бәрі ән айтып жүрген адам, дом культурада, мәдениет үйінде ән айтып жүрген адам. Бәрі Қайрат Нұртастан бастайды. Солай ма? Ол қай жылдар мысалы? Ол қай жылдары екенін нақты білмеймін, бірақ мен бір 5-6 сыныптарда мен сол Қайрат Нұртасты тыңдағам негізінде, басында. 5-6 сынып дегенде, ол қай жыл ол сонда? Нешінші жылы ол? Мен 96 жылғымын. 96 болсаң, 5-6 класста Қайрат Нұртас уже... 2014 жылы мектеп бітірдім. Иә. Иә, 12-13-тегі жігітсің, иә? Иә, сол кезде мен соны тыңдап бастағым. Негізінде ең бірінші сахнаға мені анам шығарды, яғни ауылдық мәдениет үйіне. Осы қазіргі гимнді айтып шыққам, Қазақстан әнұранын айтып. Ол кезде әнұран болмаған. 3-ші сыныпта. Мен есімде әлі. Мен сүйреп алып шыққан. Қазір негізінде немін ғой андай. Қатты ашыла бермеймін да, ол кезде вообще тұйық болатын. Өте тұйық болатын. Соны шығарып,
сөзін жаттатып соны бірінші рет айтқам. Содан кейін бәрі байқап шақыра бастады. Сондай болды. Негізінен мектеп кезінде көп жарыстарға, сайыстарға қатыспадым, өйткені біздің жақта қолдау қатты болған жоқ. Сайыстарда жаңа шақырып деген сияқты. Енді ауылда қиын шығар, ауыл жақта. Конкурстарда жоқ шығар. Сөйтіп жаңа айтып кеткенде Қайрат Нұртастың әнімен өсіп келе жатты. Қай әнін айттың? Өсіп жоқ, айтып келе жатқанда. Ауырмайды жүрек болды ма ол кезде? Ауырмайды жүрек болды, сол кезде болды. Жастықтың жалыны, осы әндер болды. Сол кезде айтып жүргенде маған компьютер сыйлады. 7-ші сыныптың соңында етеулерім компьютер сыйлады. Сол кезде мен көрдім. Сен сол кезде түсіндің, ән айту дұрыс, өйткені әннің жемісі бар демекші? Сол кезде түсіндім, что әншінің қандай әндер айту керек екен. Бірінші X-Factor'дан бастап көрдім, шетелдің X-Factor'дан. Сен жалпы Алматы қаласына келгенде оқуға түсуге келдің ғой, бірінші? Немесе бір жобаға қатысу үшін келдің? Жоқ, мен Алматы қаласына екінші жоғарғы оқуға келдім. Оралдағы бітіріп? Бірінші жоғарғы оқуды Оралда оқыдым. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде. Соны бітіріп, педагог ретінде бітіріп, тамамдап, сосын екінші жоғарғы оқуға келдім. Өткені жаңағы мектеп бітірерде мен ұлттық бірыңғай тестілеуден құлап қалдым. Сондай. Енді? Енді. Сондай көп кедергілер болды, сондықтан Орал қаласына оқуға түстім. Енді қазір сен осы сәтте Лаки Кесоглу Лаки Константинович Кесоглу. Мен де оқығам ол кісіде. Қазір сен 4-ші курс студентсің. Мен 4-ші курспын, қазір. 4-ші курс. Сол Лаки Константинович Кесоглуның классында білім алып жатырмын деп айтсам болады әлі. Ол кісі өте керемет кісі. Жаны қазақ. Тәні қазақ, Өте керемет кісіде оқу. Мен де 2006 жылдан бастап, қайда 2006? 2002-ден бастап мен Лаки Кесоглуда оққам. Ол кезде мен 16-ға толмаған едім. 15 жасында келгенде маған айтады, даусың әлі сынады, әлі өзгереді деп сөйтіп қорқытатын еді мені. Сол кезде алғысы келмеген, бірақ та осы Лаки ағайымның арқасында мен кішкентай болсам да түсіп кеттім. Мен әр интервью барған кезде осыны айтам. Осы оқиғаны, өйткені 15 жасымда мен кішкентай қызбын, енді былай қарап тұрсаң 9 бітіріп келіп тұрмын. Мені алғысы келмейді әрине ешкім. Дауысы сынады, дауысы бұзылады деп қорқады. Ол деген үлкен енді бір не ғой, жауапкершілік. Ата-ана алдында, өзіңнің алдында. Бірақ та бәрі керемет өтті. 16-ға толғанда мен шаптымды аспанға лақтырып, ағай, мен 16-ға толдым деп қуанған сәтім бар, Сондықтан керемет Лаки ағайда оққаның үлкен тәжірибе, үлкен мектеп деп айтуға болады. Мен өте қуаныштымын. Керемет. Ерназардың ылғи айтатыны бар. Кешірім сұрайын. Ерназардың ылғи айтатыны бар. Лаки Кесоглу деген үлкен бүркіт сияқты деп. Біз просто бірге оқимыз да. Мен 2 курста мен оқимын да, содан ылғи сөйлесемін ғой, енді осы кісіде қалай екен, мына кісіде қалай екен, тәжірибесі әртүрлі ғой. Айтады, Лаки Константинович деген үлкен бүркіт сияқты бүйтіп. Ылғи да қорғап, бүйтіп біреу ренжітсе сразу орнына қойып тастайды деп. Сондай. Қорғап кәдімгі сенің алдыңда ашып, өте атам деп айтсам болады. Мен өмірде атамды көрген жоқпын. Өнердегі атам. Өнердегі атам деп айтсам болады. Өте керемет кісі. Ол мені қалай қарсы алды, вообще қызық нәрсе. Мен келдім. Мен бірінші жоғары оқуын бітіріп келдім. Келіп кабинеттің сыртына Лаки Кесоглуды жазылып тұр. Мен кірдім қорқып өлейін деп. Сосын бұрын типа өлейін деп. Недегі Оралда қатысқан конкурстарын көрсетсем, алтта бетіп ұстатта қаратта, мынаны сен жастығың астына қой, сосын үстіне ұйықта дейді. Маған сөйтіп айтты. Вообще конкурстар емес, түк емес. Жастығыңа қой. Мен түсіп жатырмын, самооценкам түсіп жатыр. Сосын жарайды, айт деді бірінші әнді. Бірақ микрофонсыз айт деді. Мен совканы қойдым, ән басталды. Ән бірінші, екінші ноталарында өзі айтты, микрофонды алып айтсаң болады. Жай орнынан тұрды да, фортепианоға барып, ноталарды қарап отыр, қандай ноталар.
сосын басын бүйтіп изетті, отырды, жаңа файлды алып ашып қарай бастады. Содан кейін қызығушылық пайда болды. Содан кейін жылу пайда болды. Басында басты кәдімгідей. Көбінесе жақын жүрген студенттер, басқа мысалы мұғалімнен тәлім алатындар, олар ойлайды, Лаки Кесоглу сондай бір қатал, бір салқын адам деп ойлайды. Оның өзі түрі, әлпеті бәрі сондайға келеді. Десе де, ол өте керемет жан, және ең бастысы өте бір үлкен мұғалім деп айтуға болады. Өте керемет. Жақсы. Ерназар, сен осы Қазақстан дауысына қатыстың, иә? Иә, мен Қазақстан дауысына қатыстым. Былтыр қатыстым. Бірінші видео жібердік. Жаңағыдай, ол кезде карантиннің соңғы жақтары болған болатын. Карантиннен кейін сонда, да? Карантиннің, соңғы бітейін деп қалғанда. Бізде карантин бітті ма? Қазір бітті, Или біз өзіміз бітіріп тастадық па? Или, түсінбей қалдық. Сөйтіп, карантин соңғы жақтарында телефон шақырды, қоңырау шалып, қазақша. Оны кесіп сандырсың. Қоңырау шалып шақырды. Сосын барып, бірақ мен өтетініме сенімді болдым деп айтсам болады, өткені. Ол енді сен уже студент болып, тәжірибе алып, бір 2 жыл, 3 жыл Алматыда тұрып. Алматыда тұрып. Кішкене бір өзіңе бір сенімділік пайда болып барған сәтін шығар. Сенімділік енді пайда болып барған сәтім. Ол кезде өттік, содан кейін Нұр-Сұлтан қаласында болып барлық түсірілім. Қандай нәтижесі қандай болды? Нәтижесі мен 3-ші турдан шығып кеттім. Қалай айталатын еді қазақша? Сен өзің қалай ойлайсың? Неліктен сен шығып кеттің? Неліктен сен жеңбедің? Сен өзіңе кәміл сұрақтар қойдың содан кейін? Мен неліктен шығып кеттім өйткені ол талғамда деп ойлаймын. Мысалға, тәлімгердің талғамына байланысты. Мүмкін мен тәлімгердің талғамында болмаған шығармын. Мүмкін тәлімгер менен жоғары адамды көріп, мүмкін болады ғой жаңағы план құрасың ғой, қай жерде де. Сол сияқты мүмкін оның жоспарында мен болмаған шығармын деген сияқты. Кім сенің тәлімгерің болды? Мен тәлімгерім Сәкен Майғазиев болды. Сол кісі маған тәлімгерлік етті. Мен 3-ші кезеңде шығып қалдым жобадан. Негізі кім жеңді ол жобаны? Сол Сәкен ағаның тәлімгерлік еткен, Құралай Мейрамбек деген қыз жеңді. Ана нені айтқан, қазақша? Неге жаман емес, жақсы айтып шыққан. Ол да бір батыстың қыз сияқты, естідіңдер ма, қыздар? Қызылорданың қызы. Жаңағы дауыс, Қазақстан дауысы деп отырып, сен одан кейінде Украина дауысына барып келгенің белгілі бізге. Мен Украина дауысына. Және сен келген кезде бір басқа, бір неден келген сияқты болдың да, бір атмосферасы басқа дедің. Мүлдем бөлек. Мүлдем бөлек. Әрине. Бізде ұйымдастыру жағынан да басқаша, бәрі жоғарғы деңгейде. Өте жоғары. Бізде мысалға Қазақстан дауысы қалай бітті. Қалай біткенде мен қалай шықтым, солай Украина дауысына жібердім. Жаңағы өтінім. Сөйтіп, ол кісілер маған жазды. Ол бірінші сұрақтары, Қазақстан дауысынан сендерде контрактта үлкен мерзімде емес, саған қатысуға бола ма деген сияқты. Сұрақтар қойды. Сұрақтар қойды, Содан кейін мен жауап бердім, сұрадым, сөйтсем бізде ондай қатты шығып кеткеннен кейін контракт бұзылады екен. Сондықтан сөйтіп келісім алып, барлық жерден сұрастырып, солай өтінімдерін барлығын жіберіп, олар сұхбат алып деген сияқты телефонмен. Сондай нәрселер болды. Одан кейін бізге хабарласып, қашан ұшып келу керектігін, қай уақытта болу керегенін айтты. Жалпы сол жобада саған ең басты не ұнады? Қандай жағынан, музыкалық жағынан ба, қандай әндер таңдадың? Өзіңнің бір ойың болды ма? Таңдайтын бір өзіңнің ой пікірің болды ма? Әрбір жобада ешкім ешқашан өзі қалаған әнді таңдамайды. Алма солай ма? Сіз бізде конкурсқа жиі қатысасыз ғой?
Мен, кстати говоря, конкурсқа қатты жиі қатыспаймын негізі. Өйткені білмеймін, сәті түспейді ылғи. Мынаған бересің, өтпей қаласың, мынаған бересің, өтпей қаласың. Жарайды деп жүре беремін. Жақында крас жаңа Құралай Мерембекті айтып өттік қой, Қызылорда. Сол жерге барам бұйырса, Қызылордаға. Ол жерден де қалағаннан болғанда мен бұндай үлкен жобаларға қатысып көрмегенмін негізі. Мысалы, Топжарғанға қатысқанда сіз Ерназар екеуің бірге қатыстыңдар, Жоқ, сен екінші сезонда қатыстың ғой, Мен екінші сезонда. Мен бірінші сезонда қатыстым. Өзім таңдадым әндерімді. Білмеймін, ылғи өзім таңдаймын. Негізі үлкен, Ерназар дұрыс айтады, үлкен жобаларда, мысалы халықаралық, соның ішінде Ресейдегі өтіп жатқан жобаларда шынымен де ешқандай өзіңнің сөзің жоқ, өзіңнің құлағың жоқ, көзің жоқ, саған берген әнді айтып, киген киімді киіп шығуың керек. Киген киімді еще киіп шығасың. Олар бірінші сен қатыспас бұрын мынадай контракт береді. Сол контрактты толтырасың, оған 2 сағат кетеді. Ол контракттың өзі қорқынышты дейсің, бірнеше жылға созылады. Неге толтырып жатырмын, там украин тілінде жазылған. Жай просто контракт дейді, бірақ бәріне қол қойып, сөйтіп болып біткеннен кейін. Содан кейін барып қатыстырады сені, қатыстырады. Содан кейін барып. Бірінші әнді өздері берді. Қандай ән айтып едің? Stolen Dance деген ән айттым. Stolen Dance біз естіген сияқтымыз. And I want you, we can print it on the floor, you never dance. Мен қателесіп отырмын. Бірінші мен Weekend'тің әнін айттым. Олар айтты, әнді барынша өзгертіп көрші. Сосын мен оған жіберді, мен өзгертіп көрдім. Сөйтіп оларға ұнап қалды, сосын мені шақырды. Бізде Қазақстаннан 3 адам өттік, 150 заявканың ішінен. Керемет. 3 адам өттік, ол Димаш Дәулетов, Лаура Утиева және мен. Сөйтіп, Weekend'тің әнін таңдап, сол жерде айтып шықтық, бірақ қатты қобалжыдым деп айтсам болады. Өте қатты. Өткені шыққаннан кейін маған біріншіден тональность бермеді. Маған тональность беру керек. Сол кезде счет бергенде мен бірден түсу үшін. Кішкене түсінбей қалдым да. Еділжан аға сияқты бермеді. Бермей қалды. Мен ол кезде барғанда қатты ауырдым. Мен Алматыдан сәл шығып кетсем, Атырауға барсам ауырмаймын. Мысалы, Алматыда ауырмаймын. 2 қалада ауырмаймын. Қалған... Акклиматизация деп аталады. Жаман ауырам. Қатты ауырдым. Мен ояқта даже укол салдыртатын адам таппадым. Ол жақта бәрі қымбат, бәрі ыңғайсыз. Ыңғайсыз, және де біздің аптекалардағы сияқты бүйтіп саған антибиотикті бере бермейді. Рецептпен. Тек қана дәрігердің. Қазақстан рецептіне қарамайды. Әрине енді. Укол салдыртатын таппай, мен әрең деп кішкене жазылып, сөйтіп выступать етіп шықтым. Бірақ оны сахнаның сыртында адамдар түсінбейді ғой. Әрине, сен сахнада тұрғанда өзің білесің ғой. Сен ауырып тұрсың ба, басқа жерің? Сен қарамайды оған. Мысалы, қазірде мен выступлением шыққаннан кейін біраз әттеген нәрселер болды. Бірақ оны кімге айтасың? Мен өзде ауырдым десең, бір сылтау іздеп тұрған адам сияқтысың да. Сондықтан ешкімге ешнәрсе айтпайын демей жүре бердім. Қателіктер өте көп деп айтсам болады ол жерде. Бірақ жаңағы адам жанып кетеді дейді ғой. Сол жанып кетудің басы басталып кейін өте. Бірақ демек сен ол голос жаңағы Украина деп атады. Соған бардың, үлкен тәжірибе алдың. Ол енді әнші үшін, мен ойлаймын, ең үлкен мектеп. Өте үлкен. Даже салыстырып қарағанда, олар жай заттардың өзінен біраз нәрселер жасайды. Компит жасайды дейді. Кәдімгі сені алады да, өйтіп орап сатып жүреді просто. Сөйтіп айтсақ қойып. Өкінішке орай қазір политикаға кіріспей-ақ қояйық. Ол жағынан аспанымыз ашық болсын. Құдайға шүкір. Мен достар сіздерге айта кетейін дегенім, біздер былтыр Sen Got Talent деген Sen Music Voice мектебінен бір конкурс жариялаған едік. Сонда Ерназар Жұбан біздің жеңіп алған еді. Сол кезден бастап мен Ерназарға осындай ұсыныс жасағам, өйткені біздер Sensation деген жобаны 1 жылдан асып жазып жатырмыз. Видео арқылы музыкалық подкаст ретінде бүгіннен бастап сіздерге
сіздер тамашалайтын боласыздар. Сондықтан Ерназар бізде жайдан жай отырған жоқ. Бүгін ол біздің жеңімпазымыз және де құрметті қонағымыз деп айтуға болады. Ерназар, мен білем, сен махаббат туралы әндерді көп жақсы көресің. Соның ішінде, білмеймін, жүрегіңе жақын бір әнді орындап берсең, мен ойлаймын, кішкене көңіл күйімізді көтеріп дегендей. Жігіттер, қандай ән орындай аласыздар? Қандай әнді орындайық? Едік аға. Едік аға деп Едікке қарап дейді. Қайран көңіл-ай деген әнді айтып берейін. Ол Батыр ағамыздың, марқұм. Керемет. Группа поддержки. Сен керемет орындадың, өйткені бір өзіңнің басқаша интерпретацияңда деп айтуға болады. Негізі жалпы сенің ең жоғарғы диапазоның деп айтады ғой, нотаң қандай ол? Өйткені мен үшін сенің бір даусың шексіз сияқты көрінеді.
Соның ішінде сен енді субтонмен айтпайсың, оперный дауыспен айтпайсың, жаңа Димаш сияқты да. Сол үшін немен айтасың, кәдімгі күшпен, өзің шын даусыңмен? Менің даусымның білмеймін, мен қатты өлшеп көрмеппін, бірақ Едигаға қазір Ох ты. Вау, керемет. Супер. Көрдіңдер ма? Әртүрлі, әр уақытта әртүрлі. Кешірім сұраймын. Керемет. Жаңағы бірінші айтқан әнің негізі сенің ең бірінші авторлық өзіңнің әнің, иә? Иә, авторлық әнім. Әрине махаббат туралы? Әрине махаббат туралы. Қалай махаббатсыз? Махаббатты қалай, кімге арнадың? Өзіңнің бір жаныңнан орын алған бір адам бар ма, жан бар ма? Қазір жанымнан орын алған адам жоқ. Серьезно. Бірақ болды да. Бірақ болды, сол болған адамдарға. Шабыттанып дейсің. Адамдарға деп айтып кеттің ғой, бір көп болды ма не? Ойбай. Негізі кең деші. Жүрек кең десең. Жоқ, енді болған, сол болғаннан қалған әсерлер шығар деп ойлаймын. Бірақ қазір авторы кім? Ән жазған өзім, сөзін Мағжан Тұрлыбай деген досым жазып берді. Демек сен әнді де өзің жазасың? Әнді өзім жазып көріватым бірінші сол. Сол бірінші әнің, иә? Иә, бірінші ән. Қалай сен ән жазасың? Сен отырасың фортепианоға, жаңағы ноталар? Мен қызығын айтайын, фортепианоға отырмаймын, мен просто диктофонды аламын да. Айта саласың? Айта саламын, сосын кейін. Сосын сен оны Едигаға көрсетемін. Едигаға ойнап беремін. Сыныкты, керемет. Сіздің әніңізде Мағжан жазды, кажется. Қаян? Тыңда. Тыңданы ма? Иә. Ерболдың досы. Жоқ, оның емес. Жоқ, Янис Георгиевичтің классынан ол, иә. Күшті нәрсе айттым. Ол кісі де Лаки ағаның несі ғой, оқушысы. Мағжан деген жігіт па? Бәрі не ғой, связаны. Бір-бірімен, иә? Байланысты. Янис Кайсиди Лаки Кесоглуда оққан, сіздерге текст жазған жігіт Янис Кайсиди оққан. Немересінен жаңағы шөбересіне көтереді. Керемет, шыны керек, негізінде біздің талантты жастарымыз өте көп, өйткені өкінішке орай біздің талантты жастарымыз тыста қалып қойып атады, бір көрінбей. Неліктен де ойлайсың сол, не жетіспейді бізге? Осындай, мүмкін осындай бір подкасттар жетіспейтін шығар, иә? Осылай жас әншілерді мысалы бір таныстырып көрсететін. Білмеймін, біздер енді сен студиясына ашқалы, өзімізге бір үлкен, бір көп жас әншілерді, жас таланттарды ашып жатырмыз. Соның ішінде сол Ерназар сен барсың, біздің сен бенд, оның ішінде Алма, Жансерік және Қарлығаш. Әрине, бәрі өте талантты, және де әр біреуі бір, орысша айтқанда, личность деп айтуға болады. Иә, әртүрлі, барлық. Осындай талантты жастар өте көп негізінде. Егерде Жүргенов атындағы академияға баратын болсаңыздар, аузы мұрнынан шығып төгіліп отырады жас әншілер. Мен білетін керемет әншілер де бар, оқымаған бірақ. Оқымаған, әрине. Менің ойымша білесіз ба қалай? Негізі қазақ халқы өте андай ғой, певучий народ дейді ғой, өте сондай талантты да бәрі ән айтады да. И былай қарап тұрсаң, оқымағандардың өзі дауыстары кереметті, содан деп ойлаймын, біз тым көп болғаннан шығар. Кішкентай ғана мемлекетте сонша көп талантты жастар мысалы. Содан деп ойлаймын, иә. Мысалы, менің ойымша солай. Сен өзің оқыдың ба, жалпы? Иә, мен оқимын. Оқыватсың, иә? Аудитория жетіспеген. Қазір оқып жатырмын. Аудитория жетіспегеннен деп ойлаймын, иә. Сөзі бар жоқ 19. Менің ойымша бізде бір не қалыптасқан андай менталитет па, білмеймін, бір ән, мысалы, біз көбінесе, мысалы, сен студиясының ішінде жүрген музыканттардың көбі, мысалы, музыкалық тілмен айтатын болсақ, фирмаға жақын, иә? Жаңағыдай ағылшынша, қазақшаның өзінде фирма қылып бүйтіп айналдырып алып айтып жатамыз. Ал біз бұл әндермен, мысалы, тойға бара алмаймыз. Шын емес пе? Және де қалыптасып кеткен нәрсе ол тойдың әншілері бөлек,
немесе жаңағы фирма айтатындар бөлек, орысша айтқанда бір расслоение болып жатыр да бір шоу-бизнеста. Сол менің ойымша дұрыс емес сияқты. Сен қалай ойлайсың, Ерназар? Иә, менің ойымша да дұрыс емес сияқты. Өйткені әркімнің өзінің негізі сұраныстары бар ғой, жаңағы. Бірақ жаңағы фирма айтатындар шетте қалып қойып қалады да кішкене. Ол жаңағы тасада қалып жатады. Тасада қалып жатады, өйткені тыңдармандар ондай көп емес. Мүмкін көп те шығар. Мүмкін, иә. Бірақ телевидение қазір енді өкінішке көріп отырсыздар. Сұраныс басқа артистерде, енді артистерге ешқандай нем жоқ, личный неприязнь дей ма қалай? Ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бірақ та енді осындай бір өзінің талғамы өте жоғары әншілер бізде көп. Сондықтан соларды да бір құрметтеп, қолпаштап қойса керемет болар еді. Иә, жақсы болар еді. Өйткені Димаш Құдайбергенді айтып кетсек, ол да өте талантты жас әнші. Қазақстанда жүрген кезімде шынымен оны ешкім қолдаған жоқ. Қарапайым халықтың өзі де қолдаған жоқ. Ал қазір қарап отырсаңыз, көбін жаңағы телевизорде отырған жюриден көріп жатады, музыканттардан көріп жатады. Негізінде қарапайым халықтан ғой көп нәрсе. Ол біздің банағы мәдениетімізге байланысты, мәдениетіміз төмен болғасын, солай болып жатыр. Тойға көбінесе ол банағы культурамен связаны нәрсе. Бірден кейін дәлелдеу үшін бір жаққа барып келу керек. Соған қалай қарайсың? Мен сол үшін негізі барған, бірақ что-то менің ойымша бұл жерде мынандай ғой, дәл осыған бір жауап айтып өтейін. У каждого звезда загорается в отведенное для него время. Сол жаңағы әр адамның бағы сол адамның уақытына қарай жанады деп ойлаймын. Енді ол қазақтардың отговоркасы ғой, былайша айтқанда успокаивает. Сен әлі бағыңның жанатын уақыты келеді депші. Бірақ менің де ойымша солай да. Мысалы, Роза Қуанышевнаның айтқаны да Иманбек туралы өте орынды деп ойлаймын. Типа, не то, что повезло, сәті түскенде емес, жаңағы в удачном месте, в удачное время дейді ғой. Сол адамның сол уақытта бағы жанған болар деймін да, мысалы. Ол кісінің айтқанын дұрыс емес түсінді. Енді басқа адамдар оны басқаша бұрып алды, әрине. Негізі өте орынды деп ойлаймын. Өте орынды, әрине. Бізде Лаки ағайда алдында өзінің ойын білдірген осы туралы. Тура осылай. Орның келеді деген, уақытың келеді деген. Уақытың келеді, қанша жыл тұрмысы отырық, бірақ оны басқа адамдар көрмейді да, білмейді. Сондықтан Қазақстанда барлық жерде шетелге шыққан адамдарды кейін мойындайды. Ол енді белгілі нәрсе. Демек, шетел мойындаса, содан кейін өзіміздің елімізде де мойындайды. Иә, шетелге шыққанда сондай бір не қалыптасқан, Иә, мен де негізі қатты соны қалап тұрып бардым, бірақ осы соңғы кезде. Бірақ енді Ерназар әлі алда деп ойлаймын, өйткені қаншама конкурстар бар. Менің ойымша сен де Димаш ағаң сияқты сингерге барып, әлі талайларды бағындырасың деген ойдамын. Көп рахмет, мен де соған үміттенемін. Өйткені мен енді сенің ең бірінші фанатыңмен деп айтып қоюға болады. Өйткені сенің дауысыңа, сенің жаңағы әнді айту мәнерің өте маған сондай жақын, солай ұнайды. Көп рахмет. Ең бірінші махаббат туралы айтқан әнің. Сен жаңа айтып жатсың, Динар Сұлтанның әндерін сүйіп тыңдаймыз. Ол рас па? Иә, Динар Сұлтанның әндерін мен әрқашан сүйіп тыңдағам. Сол сенді бәрі қазір қазақта білмейтін адам жоқ шығар. Ең бірінші. Сен әннің егер несін тарихына нетсек, бір кірсек, сен әні негізінде 2005-те шыққан ән. Білесіздер ма? 2005-те. Халық әні болып кеткен ғой уже. Жоқ, ол ән 2005-те шықты, Эдик біледі. Ол негізі бір фильмге саундтрек болып шыққан. Одан кейін ол шыққаннан кейін мен енді 4-5 жыл группада ән айтып жүрдім. Көп былай Динар Сұлтан деп шыққан жоқпын, уақытында болған жоқ. Ол кезде тұрмыста құрып жатырмын. Бәрі бүйтіп жағаласып кетті да. Славянский базарға баратын болдым. Конкурс демекші, мен де конкурстарға өте көп қатысқанмын. Соның ішінде ең нәтижелі конкурс ол Славян базары. Славян базарына мен қазақ әнін, сен әнді енді апаратын болдым, өйткені авторлық ән болғандықтан кейін. Сол Славян базарынан кейін бірнеше жылдан кейін, мен 2010-да бардым Славян базарына. Сонда қараңыздар, 2005-тен 10-ға дейін бұл ән
ешкім білген жоқ, ешкім мойындаған жоқ, ешкім естіген де жоқ. Славян базарынан кейін мен клип те түсірген жоқпын ғой бұл әнге. Бұл клипсіз шыққан. Сахнада монтаж жасадық та, солай шығара салдық. Көріп отырсаңыздар, әнге клип түсіріп, оған қатты бір ақша, қаражат шығарып керек емес шығар. Егер де әннің дұрыс болса, адамның жүрегіне жететін болса, шынымен де... Сіз айтып отырсыз ғой, сол 2005-тен 2010-ға дейін ешкім білген жоқ деп. Значит, жанатын жаңағы жұлдызды болатын уақыты енді келген болар деген сияқты ғой енді сол кезге. Иә, бұл әннің негізі жаңағы танымал болып бастаған уақыты, мен ойлаймын, где-то 5-6 жыл бұрын басталды, иә? Меніңше. Иә, мен 2015-те Чайковский колледжіне түскенде бұл әнді айтқан болатын. Енді бәріміз білеміз ғой, негізі ол әнді жатқа текстін уже қалған болып кеткен ғой. Содан қатты хит болған осы 2014-2015 жылдары. Солай деп ойлаймын. Иә, мен осы әнмен сіздің конкурсыңызға қатысқанмын. Женский ән ғой. Осы әнмен Динара Сұлтан конкурс ұйымдастырған болатын, неше жыл бұрын? 5 жыл бұрын болған шығар, 5 жыл бұрын. Сол кезде Динара Сұлтан әнін орындау керек болған. Сол кезде сен де сосын найди меняны, кажется, айттың. Ылғи женский өлеңдер айтқан екенсің. Сондай өлеңдер болды ғой тек қана. Негізінде менің әндерім көбінесе конкурстық ән деп айтуға болады. Және де студенттер оқып жүрген академияда болсын, консерватория көбінесе менің әндерімді айтады. Экзамен тапсырады. Экзаменге керемет түсетін ән. Жақсы ғой негізі, ол күшті ғой. Дауыс көрсететін әндерді айтамын. Ал мысалы басқа бір концертке баратын болсақ, маған кішкене қиын, өйткені менде көбінесе мынандай конкурстық әндер. Сондықтан бір жай жеңіл әндер айтатын болсам, халық мені бір түсінбей қалатын сияқты да, менің бір ойым бар. Ал осы бірнеше жыл бұрын жаңа конкурс деп айтып отырсың ғой, 5 жыл бұрын мен конкурс жариялаған болатынмын Инстаграмда. Егер де кім жеңіп алса, сол менімен жаңадан жаңа ән жазады, жаңа дуэт айтамыз деп. Ол кезде бір Оралдың жігіті, иә? Иә, ол кезде менің досым. Сенің досың екен еще. Сол жеңіп алды, сізбен ән жазды. Ол кезде Ерназарда қатысқан, бірақ мен Ерназарды көрмедім, байқамады, білмеймін. Мүмкін сен ол кезде бағың жанбай қалды. Мүмкін сен сол кезде дұрыс бір ән таңдамаған шығарсың. Иә, ол кезде сөйтіп Сұлтан жеңіп алды. Сұлтан, аты Сұлтан екен. Ол кезде арық болған ба? Сол жеңіп алған ән жалында деп аталады. Сол әнді біздер енді Москвада аранжировкасын жасадық. Мұнда рэпін жаңағы сол Сұлтан жазды. Енді бір басқаша бір стильде жасағымыз келді. Сұлтан деген жігітіміз келіп кетті, айтып кетті, бірақ одан кейін ол бір ресейлік топқа, кей-поп топқа кетіп қалды. Иә. Бұл әніміз жарық көрді деп айта алмаймын, өйткені біздер YouTube каналына шығардық. Көп YouTube Саид, нормальсың ба? Бәрі жақсы ма? Скоро шақырайық па? YouTube каналына шықты, және де қаралым өте көп болған жоқ. Сондықтан мен бүгін осы әннің тұсаукесер ретінде мен Ерназарға бір ұсыныс жасағым келіп тұр. Жалында әнін, жігіттер, егер де біз Ерназарға сый ретінде тапсырса қалай қарайсыздар? Көп рахмет. Өйткені авторлық несі правасы дейді ғой менде. Сондықтан менің өзімнің нем бар, өзімнің хақым бар деп айтуға болады. Рахмет. Сондықтан Ерназар, сені құттықтаймын. Бүгін сенде жаңа ән бар, жалында әні. Енді сенікі болады. Айтып көреміз ба? Айтып көрейік. Жалында ән. Жігіттер білесіздер ғой? Қойыңдар, ондай болмайды. Ашық аспан астында бәріне орын бар. Жұлдызы бар әркімнің өзіндік жолы бар. Жүрегінде махаббат, мейірім барларға дайындаған тағдырдың ерекше сыйы бар. Көңіл сезіне бір,
қымбат сый ғой өмірдің жалында жүрек жалында жалында жашағында алаңда өшіріп алма жалында жүрек жалында бәрі де өз қолыңда қалауыңда жалмай таңда өмір бірін секілді саналмас сыры бар қызығы бар әр кездің өзіндік жолы бар күлімдеген көктемі жайнаған жазының ұмытылмас сәттерін жаныңа жазып ал көңіл сезіне бір қымбат сый ғой өмірдің жалында жүрек жалында жалында жашағында қалауыңда өшіріп алма жалында жүрек жалында бәрі де өз қолыңда қалауыңда жалма таңда жүрегіңе сенбесе де алдыңда армандарың мақсаттар бөлінсе де маңызсыз қалған бәрі әркімнің өз жолы бар тағдыры бар әркімнің білесің әр адамның өзінде таңдау барын бастысы сен ерінбе қол созсаң мақсатыңа мүмкіндік бар өзіңде жетуге жақсатыңа ашық аспан бәріне төбеде төгілсең күн көздеріңнің сенімен тағдырым бүгін сені жалында жүрек жалында бәрі де өз қолыңда қалауыңда жалмай таңда жалында жүрек жалында жалында жашағында қалауыңда өшіріп алма жалында жүрек жалында бәрі де өз қолыңда қалауыңда жалмай таңда керемет. Ерназар, сені құттықтап қойға болады. Бүгін жаңа ребрендинг дей ма, жаңа әннің жалынды ән тұсауы кесілді. Алдыға қойған мақсатың қандай? Және де бір жаңа жобаларға дайындалып жатсың ба, соны айта кетсең, жаңалықтарыңмен бөлісіп кетсең. Қазіргі таңда алдыға қойған мақсаттарымның біреуі ол өзімнің авторлық әндерімді жарыққа шығару. Альбом жазу. Альбом жазу деп айтсақ болады. Қазір қалай айтсақ болады. Қазір қандай жерден ұстауға болады, сол жерден қандай пойызға іліксем де соған тырмысып, соған қандай мүмкіндік болады, сондайға қол созып жатырмыз. Ал мақсат, мен мынадай дейтін мақсаттарым ондай айқын жоқ. Ол дұрыс емес. Негізі әр адам өзінің алдына мақсат қою керек. Егер де тек қана мақсатты қойып, соған жетем дегенде сен шынымен де жетесің. Ал егер менде мақсат жоқ, білмеймін, қалай жүзсем солай жүзем, немен кете берсем болады, ондай болмайды. Негізі көп артистердің қателігі сол деп ойлаймын. Өйткені өздерінің алдына бір мақсат қоймайды. Және сен өзің талғамың өте жоғары, ал сенімің өте аз. Байқағаным. Білмеймін, бүгінгі әңгімеден кейін. Иә, мен просто мүмкін сол қазақтың менталитеті шығар. Ят болады. Иә, ят болады, болмайды.
деген сияқты. ұят болады, өлең айтпақ, айтпа, айқайлама. Айқайлама, шыңғырма. Қайтадан жаңа Димашқа кететін болсақ, ол деген Сенгердің алдында саз әлемі деген естеріңізде болса, сондай жобаға қатысқан еді, естеріңізде бар ғой? Сол кезде жаңа жоғарғы ноталарды алған кезде Димашты кәдімгідей апарып тастады, неге сен шыңғырасың, неге сен ондай қатты дауыспен айтасың деген. Сен соған қалай ойлайсың? Мысалы, сен де көбінесе сен бір биік, қатты сондай әндерді айтқанды ұнатасың, иә? Иә, маған конкурстық әндер, биік әндер ұнайды. И ол әр жерде тыңдала бермейді. Мен әрине, альбомыңды сондай бақытта жазасың. Иә, сондай да жазғым келеді, егер тыңдаса. Енді сен өзіңді бір дайындауың керек, иә, алдын ала. Өйткені сен бұл альбомды бәрінің жүрегінен орын алады деп ойламаймын. Өйткені көбінесе айтады ғой, қазіргі әндер жеңіл әндер болу керек, тез, жеңіл. Өмірде онсызда да бір қайғы нелер көп, қиындықтар көп болып жатады дейді. Сондықтан шын ба өтірік па, халқымыз негізі көбінесе жеңіл әндерге мән береді. Иә, тез қорытылатын әндер. Тез қорытылатын және хит болатын әндер, ол негізі былай қарап жүрсеңіздер, тыңдап хит әндер. Сондай әндерге, мүмкін сондай әндерді кіргізіп қалатын шығармын. Бірақ көбінесе өзім жаныма жақын сол жаңағыдай дауыс көрсететін әндер болып табылады. Жалпы өзіңнің альбомыңды сен тек қана өзің жазайын деп жатсың ба, немесе басқа авторларға сұнып жатса басқа авторлардың, бірақ өзімнің әнім өзіме қатты ұнайды, сондықтан өзім жазам деп айта алсам. Өзім әнім өзіме қатты ұнайды, соны айтамын. Өзім жүрегімнен шыққан соң ол 100% сеніп тұрасың да бәрібір де. Иә. Деген сияқты. Мен енді саған тілейтінім ең бастысы өз-өзіңе сену және алдыңа бір мақсат қою. Кішкентай мақсат болса да сен соған жетуге тырысуың керек, ұмтылуың керек. Көп рахмет. Мен мақсат не үшін қоймаймын. Өйткені мақсат емес. Жете алмай қалам деп қорқасың ба? Соңғы рет мақсатты мен Украина дауысына бармас бұрын қойдым да. Мақсатымды күтіп отырмын. Білмеймін соны. Сондықтан көп алдын болдырмай сол жақ бер жағын қамтып деп сияқты. Әзірге. Біздер сен бэндпен бір ойын ұйымдастырғымыз келіп тұр саған. Жарайды. Медаль деп аталады. Медаль деген екеуміз екі жақ болып жұмыс істеу керекпіз. Біріншіден ол сенің әртіс болу үшін алдыңа қойған мақсатың жаңа әртіс болу керек. Енді сен әртіссің, бірақ та әртіс болу үшін оған үлкен жұмыс керек, білесіздер ғой, ол деген актерлік шеберлік, бимен айналысу керек, өзіңді харизма болу керек, өзіңді сахнада ұстау білу, және де сахнада сөйлеу мәнер бәрі, соның бәрі болу керек, дұрыс қой, иә? Сондықтан бұл ойын арқылы, Ерназар, сенің актерлік шеберлігіңді көреміз. Кеттік па? Дайынбыз ғой? Ал, кеттік. Ортаға шығайық. Неге бидің үстіне бейсірай, неге олғыз Кек талақты ол тыңдамай, неге бидің үстіне бейсірай, неге олғыз Әкесі білсе оның қолағынан бұрайды Шешесі біліп қалып қаншық деп сабалайды Көге бір үйден сендер түсін демейсің мені Деп өзінігін қуып шайып ол айналайды Ол тыңдамай, неге бидің үстіне бейсірай, неге олғыз Кек талақты ол тыңдамай, неге бидің үстіне бейсірай, неге олғыз Керемет. Өте талантты екенсің. Жаңағы әнге келсек, мысалы, ол қыз деген ән, өте
мағынасы бір қызған сияқты, сөздері де бір жеңіл жаман сөздер бар сияқты. Иә, Еділжан бір сұрақ қойғысы келіп отырған сияқты менің ойымша. Иә, мына Ерназар, сен енді махаббат туралы, жай әндерді, фирма дейді, ол әндерді күшті айтасың енді. Мынандай әзіл қой әндерге қалайсың өзің жалпы? Әзіл қой әндерге дейсіз ба? Әзіл қой әндерге жақсымын. Айта аласың ба? Дәлелдеп бере аласың ба айта алатын? Айтып көрейік онда, 16 қызды айтайық онда. 16 қыз айтамыз ба? Ал давай айтып көрейік. 16 қыз айтайық. Сендер ойнай аласыңдар ғой, енді ойнап қараймыз енді. Ойнай алсақ ойнап қараймыз. Едік, сен бүгін бір сыпайы жігіт болып отырсың ғой? Сіздер білесіздер ма? Басқа программаға дайындалып жатырмын. Еділжан Габбасов негізінде өте сондай әзіл адам деп айтуға болады. Өйткені таста инста әнін естеріңізде болса, ана жерде бір сөзі бар ғой. Ей, тастана инстаграмды деген негізі Еділжан айтқан еді. Сондықтан әзіл қой ән болса, мархаба. 16 қызды көрейік енді. 16 қыз. Ну деген Майкл Джексон. Басылмай. Астыма мінген атым генадушка, шабамын көңіл ашып немін ножка. Не стоит на свете жить етуге, азырақ ойнап күлмей маладушка. Сылқияй, ұрқияй, қатирай, сағирай, күлзирай, назирай, нағимай, бәттимай. Әшекей қыз ай жанай, бәлекей қыз бал жанай, шашбаулы қыз сәлемай, қайда кетір айсай. Я люблю тебя, рай. Қарағым айналайын, черный көзің, никогда не забуду айтқан сөзің. Второй сорт, третий сорттар толып жатыр, первый сорт қайдан туды сенің өзің. Сылқияй, ұрқияй, қатирай, сағирай, күлзирай, назирай, нағимай, бәттимай. Әшекей қыз ай жанай, бәлекей қыз бал жанай, тыңдаушы елік сәулемай, қайда кетір айсай. Я люблю тебя, Еділжан, сенің көңіліңнен шықты деп ойлаймын, Керемет, Ерназар, бұны сен өзінің авторлық бір альбомыңа қосу керексің деп ойлаймын. Керемет шықты. Сендерге үлкен рахмет. Және де осы бір көңілді нотада біздің подкастымыз, видео өз мәресіне жетті деп ойлаймын. Достар, YouTube каналымызға, Instagram парақшасымызға қосылып отырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі де қызықтар көп болмақ. Кездескенше. Ерназар, рахмет.